Сәлем достар, сіздермен Алима. Отбасыларыңыздың көңілінен шығатын ерекше салатын рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер, керекті ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Бұл салат гнездо глухаря емес, оған ұқсамайды. Бұның ішінде тауықтың төс еті, жұмыртқа болмайды. Видео барысында барлығын көрсететін боламын. Қиярымызды соломкалап турап аламыз. Бұл қиярдың орнына банкіде қыста жапқан қиярларыңызды қолдансаңыздар болады. Колбасамызды да соломкалап турап аламыз. Егер сіздерге колбаса ұнамаса, тауықтың копченый етін қолдансаңыздар болады. Вареный емес, копченый қолдансаңыздар салаттарыңыз дәмдірек болады. Кирешкемізді саламыз. Кирешкенің барлық түрі болады. Кукурузымызды саламыз. Майонезімізді салып, картошка пайымыздың жартысын саламыз. Салатымыздың ортасына, ал жартысын сәндеуге қойып қоямыз. Егерде қаласаңыздар барлығын салып араластырсаңыздар да болады. Оның бәрі қалауларыңызбен. Бір ғана айта кететін нәрсе, бұл салатты дастарханға қоярдың алдында 15-20 минут бұрын ғана араластырып қойыңыздар. Себебі кирешке ішінде картошка пай болғандықтан жұмсарып кетпес үшін бір 15-20 минут қана бұрын дастарханға араластырып қою қажет. Сіздерге рецептім ұнаса, салатым ұнаса, маған тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп кетіңіздер, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы.